Бұл түзулер параллель болып келеді. Көз алдыңызға бұл түзулерді екі жол ретінде елестетіңіз. Оған қоса, бұл жолдардың үстінде екі көлік жүріп бара жатсын делік. Егер көліктер осы жолдардың үстімен жүрсе, олар ешқашан бір-бірімен кездеспейді. Параллель түзулер бір-бірінен бірдей қашықтықта орналасқан. Параллель түзулердің көлбеуі бірдей болып келеді. Параллель түзулерді тор сызықты қағазға сызу оңай. Параллель түзулерді таза қағаздың бетіне салайық. Біз үш бұрышты сызғышты пайдаланамыз. Сызықты салыңыз. Көлденең сызықты жүргізіңіз. Басқа бір перпендикуляр түзу жүргізіңіз. Соңғы түзуді созыңыз. А мен Б түзулері бір-біріне параллель орналасқан. Біз сызғыш пен үш бұрыш сызғыш қолданамыз. Тағы бір түзу салыңыз. Үш бұрыш сызғышты түзу мен сызғыш бойымен ұстап тұрыңыз. Үш бұрыш сызғышты сызғыш бойымен жылжытыңыз. Тағы бір түзу салыңыз. А мен Б түзулері параллель.